Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Математика 3-ші сынып 9-ші сабақ. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 3 таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері. Бүгінгі сабақта сен Қазақстанның жер бедерлерімен танысасың. 3 таңбалы сандардың разрядты құрамын анықтайсың. 3 таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмін білетін боласың. Сабаққа дайын болсаң, әрі қарай жалғастырайық. Ең алдымен мына тапсырмаға назар аударайық. Әр қораптан кез келген санды таңдап, 3 таңбалы сандар құрастыр. Оларды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Балалар, бұл тапсырманы орындау үшін ең алдымен видеороликке назар аударып, өткен тақырыпты есімізге түсіріп алайық. Бірінші класста бірліктер класын құрайды. Бірліктер класында 3 разряд бар. Жүздік, ондық, бірлік. Разряд санының жазылуындағы цифрдың орны. 5 цифры жүздіктер разрядында орналассын. Демек, осы санда 500-дік бар. 3 цифры ондықтар разрядында орналассын. Демек, бұл санда 3 ондық бар. 1 цифры бірліктер разрядында орналассын. Демек, осы санда 1 бірлік бар. 531 санында 500-дік, 3 ондық, 1 бірлік бар. Бірақ, санда қандай да бір разряд жоқ болатын болса, санның жазылуында оның орнына 0 цифры тұрады. Мысалы, 208 санында ондық разряд жоқ. Сондықтан, 200-дік 8 бірлік деп оқылады. Ал 280 санында бірлік разряд жоқ. Сондықтан, 200-дік 8 ондық деп оқылады. Кез келген натурал санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуға болады. Жүздіктер разряды, ондықтар разряды және бірліктер разряды. Санды разрядты қосылғыштар түрінде қалай жазуға болады? Сандарды разрядты қосылғыштар түрінде жазу дегеніміз, осы санды жүздік, ондық, бірлік разрядтарға жүктеу. Балалар, естеріңізге түскен болса, 300, 305, 345 сандарын разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрейік. Олай болса, ойланайық. Қолдарыңызға дәптерді алып, бұл тапсырманы орындап көріңіздер. Бұл сандар бірліктер класына жатады. Себебі бұл берілген сандар 3 таңбалы болып саналады. Мұны есте сақтайық, балалар. Мына кестеге қарап отырып, өз ойларыңызды жинақтап, разрядты қосылғыш түрінде жазсаңыздар да болады. Олай болса, бірінші сан 300. Бұл санда қанша жүздік, қанша ондық, қанша бірлік бар? Ойланайық. Әрине, балалар. Бұл сан 3 жүздік деп оқылады, яғни 300-ді береді. Себебі ондықтар және бірліктер саны 0-ге тең. Олай болса, разрядты қосылғыш түрінде бұл 0 сандары жазылмайды. Әрі қарай жалғастырайық. 305 саны. 300-дік және 5 бірліктен тұрады. Тамаша, балалар. Және соңғы сан 345. Разрядты қосылғыш түрінде жазатын болсақ, 300-дік 4 ондық және 5 бірлікті құрайды. Тамаша, балалар. Бұл тапсырманы өте жақсы орындап шықтыңыздар. Әрі қарай жалғастырайық. Баған түрінде қосу және азайту алгоритмін бірге қайталап
соған сәйкес тапсырмаларды орындайтын боламыз. Дайын болсаңыздар, ең алдымен мұқият түсіндірмеге назар аударайық. Бұл жерде берілген сандарға назар аударатын болсақ, 3 таңбалы санды 3 таңбалы санға қосу. 206 қосылған 156. Қосылғыштардың бірінің астына бірін жазамыз. Бірліктерді бірліктердің, ондықтарды ондықтардың, жүздіктерді жүздіктердің астына жазатын боламыз. Келесі бірліктерді қосамыз. 6 қосылған 6 бірлік. Болады 12. Екіні бірліктің астына жазамыз. Ойдағы бірді ондықтарға қосамыз. Келесі ондықтарды ондықтарға қосамыз. Ойдағы бұл сандарға ойдағы бірді қосамыз. 0-ге 5-ті қоссақ 5, ойдағы 1-мен 6. Келесі жүздіктерді жүздіктерге қосамыз. 2 қосылған 1 және оны жүздіктің астына жазамыз. Өте жақсы, балалар. Баған түрінде қосу алгоритмін түсінген боларсыздар. Олай болса, әрі қарай азайту алгоритміне назар аударайық. Азайтқыштың астына жазамыз. Бірліктерді бірліктердің, ондықтарды ондықтардың, жүздіктерді жүздіктердің астына жазамыз. Бұл жерде 3 таңбалы санды 3 таңбалы санға азайту. Бірліктерді азайтамыз. 4 бірліктен 7 бірлікті азайтуға болмайды. Алда тұрған 7 ондықтың 1 ондығын аламыз. 14-тен 7-ні азайтамыз. 7-ні бірліктің астына жазамыз. Ондықтан алған 1 ондығымызды ұмытпаймыз, есімізде сақтаймыз. Келесі. Мына жерде бізде 1 ондығын алдық, 6 қалды. 6-дан 4 азайтамыз, 2 ондық шығады. Ондықтарды ондықтардан азайтып тұрған соң, 2 сан ондықтың астына жазамыз. Келесі жүздіктен жүздікті азайтамыз, 8 жүздіктен 6 жүздікті азайтқанда 2 жүздік шығады. Бұл жерде 227 шығады. Тамаша, балалар. Түсінікті болатын болса, әрі қарай бірінші тапсырманы осы ережеге сай орындап көр. 3 таңбалы сандарды 3 таңбалы сандарға қосу. Ал кәнекей жылдамырақ есептеп көрейік. Балалар, жауаптарымыз дайын деген ойдамын. Дайын болсақ, менің жауабыммен өз жауаптарыңызды тексеріңіздер. 123 қосылған 450 573-ті береді. Ережеге сәйкес түсіндіре отырып есептедім деген ойдамын. Келесі 278 қосылған 287 565-ті береді. Тамаша, балалар, өте жақсы. Балалар, 3 таңбалы санды 3 таңбалы санға қосу бірліктер класын құрайтынын ұмытпаймыз. Егерде ол 4 таңбалы сан болатын болса, немесе одан да көп болатын болса, ол ондықтар класын құрайды. Мысалы, мына жерге назар аударайық. 757 қосылған 243. 3 таңбалы санды 3 таңбалы санға қосу алгоритмі бойынша есептеп көрейік. Бұның жауабы 1000-ға тең. Яғни, бірліктер класынан ондықтар класына ауысты деген сөз. Тамаша, балалар. Осындай тапсырмаларды өздеріңіз де орындап көрсеңіздер болады. Ол кезде мыңдықтар бірліктерді бірліктердің астына, ондықтарды ондықтардың астына, жүздіктерді жүздіктердің астына, ал мыңдықты алдағы жүздіктің алдыңғы жолына жазады екенбіз. Тамаша. Есте сақтайық, балалар.
Шамаларды қосу немесе азайту үшін алдымен оларды бірдей өлшем бірліктеріне түрлендіріп ал. Содан кейін есептеуді орында. Мысалы, 3 метр 4 дециметр 4 сантиметр қосылған 35 дециметр, 344 сантиметр 350 сантиметрді береді, ол бізде 694 сантиметр болады. Немесе оны баған түрінде жазып есептесеңіздер де болады. Төменге қарап есептеудің қалай жазылғанын оқып ал. Тамаша. Әрі қарай жалғастырайық. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Есепте. Бірінші төбенің биіктігі 245 метр. Екінші төбенің биіктігі одан 136 метрге биік. Үшінші төбе екінші төбеден 172 метрге биік. Үшінші төбенің биіктігін тап. Ал қанекей балалар, дайын болсаңыздар, осы тапсырманы бірге орындап көрейік. Ең алдымен есептің шартын жазып аламыз. Бірінші төбе 245, екінші төбе белгісіз 136 метрге биік, үшінші төбе екінші төбеге қарағанда 172 метрге биік. Жауаптарыңыз дайын болса, бірге тексеріп көрейік. Әрине балалар, 245 метрге 136 метрді қосамыз, ол бізде екінші төбенің биіктігі, яғни 381 метрді құрайды. Келесі, үшінші төбенің биіктігін табу үшін 381 метрге 172 метрді қосамыз. Ол бізде 553 метрді құрайды. Ол мына үшінші төбенің биіктігі. Тамаша балалар, өте жақсы орындап шықтыңыздар. Келесі тапсырма. Есепті шығар. Ең алдымен суретке назар аударайық. Саяхатшы таудағы барлық сопақ жолмен жүріп өтті. Егер саяхатшы бір жолмен 2 рет жүрмеген болса, онда ол барлығы қанша метр жол жүргенін анықта. Ол үшін балалар, жолаушының барлық жерден жүрген жолын қосамыз. Ал қанекей, енді ойланып көрейік. Саяхатшы барлығы қанша метр жол жүріп өтті? Ойланып, жауабын дәптеріңізге жазып қойыңыздар. Тамаша балалар, өте жақсы. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сабақта сен Қазақстанның жер бедерлерімен таныстың. 3 таңбалы сандардың разрядты құрамын анықтай алдың. 3 таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмін білдің. Сіздермен болған Салтанат Сәбитқызы, келесі кездескенше сау болыңыздар.